Енді біз Люберс кольцо пердесін тігетін боламыз. Ол үшін бізге метр мата, Люберс кольцо фурнитура сататын жерде сатылады, барлығы лента керек болады. Лентаның ені 10 сантиметр. Сізге өзіңізге керекті метрді аласыздар. Мен сіздерге үлгі ретінде көрсетемін. Матаның кромка жағы болады, ең шеткі жағы. Соны қайшымен қиып алып тастайсыздар, өйткені ол тартылып қалады. Осылай қиып алып тастайсыздар. Енді біз астын тігетін боламыз. Ең бірінші астын тігіп аламыз. 1 сантиметр ішке, одан кейін 5 сантиметр тағы да ішке қайтарып, лента метрмен өлшеп отырып тігеміз. 5 сантиметр өлшеп отырыңыздар. Матамыз айналып кетпеу керек. Осылай бір өлшеп отырып тіккендеріңіз дұрыс. Менде бюллер матасы көбіне айналып кетеді. Астыңғы жағын, матаның астыңғы жағын тартып, үстіңгі жағын кішкене бос ұстап отырасыздар. Сонда матаның астыңғы жағы тартылмай түзу тігіледі. Осылай астын тігіп аламыз. Астын тігіп болғаннан кейін екі жанын тігетін боламыз. Екі жанын 2 сантиметрден қайтарғанда, тағы да 2 қайтарғанда, общий 4 сантиметр қайтарасыздар. Мата айналып кетпеу керек, астын тартып отырып тігесіздер. Екі жанын жерге қойып, жақсылап түзулеп қиып алыңыздар. Екі шетінде тігіп алыңыздар. Тігіп болғаннан кейін бюллерді теріс бетінен үтіктеп алыңыздар. Тіккен жерлеріңіздің барлығын үтіктеп алғандарыңыз дұрыс. Осылай жандарын тігіп аламыз. Жандарын, астын барлығын теріс бетінен үтіктейміз. Бұл бюллер матасы. Бюллер матасын солай үтіктегендеріңіз дұрыс. Әр тігіс біткен сайын закрепка беріп отырыңыз. Өзіңізге керекті биіктікті алып аласыздар.
Енді жаңағы лентамызды тігетін боламыз. Шетін осылай қайырып аламыз 1 сантиметр ішке қарай. Өзіңізге керекті биіктікті алып, осы жерден тігіп бастайсыздар. Закрепка беріп тігіп аласыздар. Метрмен өлшеп отырыңыздар керекті биіктікті алғаннан кейін. Артығын қиып тастайтын боласыздар. Мен сіздерге үлгі ретінде көрсетіп жатырмын. Главный түсініп алсаңыздар болды. Кольцоны қалай жасау керегін түсініп алсаңыздар жетеді. Матаны қатты тартпаймыз, астыңғы матаны тартпаймыз. Астыңғы матаны тартсақ, үстіңгі лентамыз біздің айналып кетеді. Бір қалыпты жаймен матаны жіберіп отырамыз. Осылай лентамызды біткен жерінен ішке 2-3 сантиметр қайтарып, закрепкамен аяқтаймыз. Енді екінші қатарын тігетін боламыз. Лентаның шетін жауып кетеміз. Астыңғы матаны түзулеп, ине қадап алсаңыздар болады, өйткені мата айналып кету мүмкін астыңғы мата. Мен ине қадап отырып тіктім. Немесе астыңғы матаны кішкене тартыңқырап отырып тіксеңіздер, мата айналмайтын болады. Осылай соңына дейін матаны түзу жайып қойып, ине қадап алып, сосын барып тігесіздер. Лентаның шетін жауып өтеміз. Тігіп болғаннан кейін енді біз матамызды 2-ге бүктейміз. Теріс қаратып, лента бетінде тұру керек. Лентамыз 10 сантиметрлік лента. Осының қақ ортасы 5 сантиметр болады. Біз әр люберсті 16 сантиметрден жасап шығамыз. 2 бүктегендегі 8 сантиметр болады. Сол 8 сантиметр белгілейміз де, одан кейін 16 жоғарысынан 5 сантиметр. Сонда дәл ортасы 16-да 5 болып, осылай белгілеп кете береміз. X белгісін қойып кетіңіздер. Осылай барлығын белгілеп шығамыз. Тек бір жағын ғана белгілейміз әзірге. Люберспен сызып аламыз. Жаңағы біздің точкамыз люберстің дәл центрінде тұруы керек. Осылай барлығын сызып шығамыз, тек бір жағын ғана сызамыз. Енді қайшымызды алып, матамызды 2-ге бүктеп, астыңғы маталарды қарайсыздар қолмен, өйткені матаны қиып кетпеуіміз керек, басқа лишний матаны. Жаңа сызған жерімізден кішкене сыртына шығып тұрып қиямыз. Келесінде осылай, барлығын осылай қиып шығамыз. X белгілеген жер дәл ортасы, сол жерден бүктейміз. Қисық болмау керек. Қадағалап отырып жасайсыздар.
Енді жерге қойып, кольцомыздың кішкене өзі тесік жері болады, сол жерден қайшыны тығып жоғарға көтерсеңіздер тез ашылады. Сол ашып, бір шетін, шығыңқы тұрған шетін ашып, кольцоның астына қойып, жаңағы қиған жерімізді кіргіземіз. Менде артық алу керек мына жерде. Сіздер ручканы сызғаннан кейін ручканың сыртынан алыңыздар қиған кезде. Үстінен бір бассақ, өзі тық етіп жабылып қалады. Келесісінде осылай жасаймыз. Кольцоның шығыңқы жағын астына кіргіземіз. Тегіс жағын бетінен жасаймыз. Енді бір бетін жасап болдық. Енді дәл ортасына қойып, кольцоларымызды бірдей, матаның барлық шетін бірдей қойып, кольцоларымыздың үстінен сызып шығамыз. Осылай сызып шығамыз. Жаңа біз жартысын жасадық, енді келесі жартысын жасап жатырмыз. Міне біздің люберс кольцо пердеміз дайын болды. Трубаға ілгенде осылай ілінеді. Екі шетін ішке қаратып ілесіздер. Екі шеті сыртқа қарап қалмау керек.